Қайырлы күн, IT мектеп лицейінің 10-шы сынып оқушылары. Биыл сіздермен 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныпта бастаған география курсын әрі қарай жалғастыратын боламыз. Бізде бірінші бөлім географиялық зерттеу әдістері деп аталады, және де бірінші тақырып географиялық зерттеу тақырыбын таңдау деп аталады. Бұл кіріспе сабағы. Бүгін бізде екі тақырып, біріккен тақырып болады, және де екінші сабағымыздың тақырыбы географиялық мониторинг әдістері. Бүгін біз сабақта не өтеміз? Оқу мақсаты мынадай. Зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық мониторинг әдістерін қолдану. Сабақ мақсатында біз не үйренеміз? Зерттеу нысанын, пәнін, мақсатын, тақырыбын анықтауды үйренеміз. Мониторинг әдістерінің түрлерін ажыратамыз, және де мониторинг зерттеу әдістерін қолдануды үйренеміз. Бағалау критерийлеріне келетін болсақ, зерттеу нысанын, тақырыбын анықтайды, мониторинг әдісінің деңгейлері мен әдістерін ажыратып сипаттайды, мониторинг әдістерін қолданып, тақырып бойынша зерттейді деген бағалау критерийлері бар. Сонымен кез келген зерттеуді бастамас бұрын зерттеу нысанын анықтау қажет. Алдарыңызда көріп тұрған мысалда бізде зерттеу нысаны Көкшетау қаласы болып табылады. Ал зерттеу пәнін анықтау ол келесі кезең болып табылады. Яғни зерттеу пәні дегеніміз ол нысанды қай қырынан қарастырамыз, оның қандай ерекшелігін зерттейміз деген сұраққа жауап береді. Яғни берілген мысалда біз Көкшетау қаласының экологиялық жағдайын қарастыратын боламыз. Келесі кезең бізде зерттеудің мақсатын анықтау. Яғни бұл зерттеу нәтижесінде біз қандай мақсатқа қол жеткіземіз, және де қандай қадамдар жасаймыз деген сұрақтарға жауап береді. Мысал бойынша бізде зерттеу мақсаты Көкшетау қаласының геоэкологиялық картасын жасау арқылы экологиялық жағдайын талдау болып табылады. Келесі кезең осы зерттеу мақсатын, пәнін, нысанын анықтау арқылы біз зерттеу тақырыбына шығамыз. Зерттеу тақырыбы зерттеу мақсатына сай қарастыру қажет, және де оқушының мүмкіндіктеріне, нақты жағдайларына сәйкес болады. Мысалға беріп тұрған мысалда бізде Көкшетау қаласының экологиялық жағдайына сипаттама деген тақырып шығып отыр. Әрі қарай осы тақырыпқа сәйкес кез келген зерттеуде жұмыс жоспары жасалады. Сол жұмыс жоспарына қарай нәтижеге қол жеткізетін боламыз. Жалпы зерттеу әдістеріне келетін болсақ, сіздер 8-ші сыныптан бастап зерттеу әдістерімен таныссыздар. Ең бірінші біздегі қарастырып отыратын зерттеу әдісіміз ол мониторинг әдісі. Мониторинг әдісі 1972 жылдан бастап ресми түрде қолданылып келеді. Осы жылы 1972 жылы Біріккен Ұлттар ұйымының қоршаған орта бойынша Стокгольм конференциясында алғаш рет қолданған. Жалпы географиялық мониторинг деңгейлеріне келетін болсақ, 3 деңгейден тұрады. Жергілікті, аймақтық және ғаламдық. Жергілікті ол белгілі бір қала, аймақ, ауыл, орман, кішігірім аймақты зерттеу. Ал аймақтық деңгейде біз дүниежүзі аймақтары бойынша айтамыз. Мысалға, Евразия материгінің климаты, Шығыс Европаның топырақ жағдайы деген сияқты мысалдар келтіруге болады. Ал ғаламдық деңгейде біз бүкіл әлем бойынша қарастыратын зерттеулерді атаймыз. Мысалға, озон қабаты, гидросфера, дүниежүзінің ылғалдылық балансы, ғаламдық радиациялық баланс деген сияқты тақырыптарды мысалға келтіруге болады. Мониторинг әдістерін екі үлкен топқа жіктеуге болады. Бірінші топ әуе ғарыштық әдістер, екінші топ жер бет әдістері. Яғни бұл зерттеу тәсілдеріне байланысты. Әуе ғарыштық әдістер ғарыштық және әуе болып екіге бөлінеді. Яғни ғарыштық дегеніміз сол спутниктер арқылы жасалған зерттеулер, әуе ол әуе шарлары, зонд, дрондар, тағы да басқа тікұшақ, тағы да басқа құралдар арқылы жасалған зерттеулер. Жер бет әдістері өзі бірнеше топқа бөлінеді: географиялық, физикалық, химиялық, биологиялық және деректерді өңдеу. Оқулықтарыңызда 2-ші параграфта осы әдістерге толық сипаттама берілген. Танысып шығуымыз керек ол сипаттамамен. Және де дәптерге
қысқаша өздеріңе конспект ретінде жазып алу керек. Оқулық мәтінмен танысқаннан кейін сіздерге мынадай тапсырма ұсынамын. Сіздерге мында екі тақырып көрсетілген. Бірінші тақырып Ақмола облысының табиғи ресурстық потенциалы және пайдалану перспективалары. Екінші тақырып Ақмола облысында археологиялық туризмді дамыту перспективалары. Осы екі тақырыптың біреуін таңдап аласыздар, дәптерге жазып, тапсырма бойынша осы тақырыптың зерттеу нысанын, пәнін, мақсатын анықтайсыздар. Тақырыбы сіздерге мында берілген. Тапсырманы дұрыс орындаған жағдайда дескрипторлармен таныс болыңыздар, 3 балл беріледі. Келесі тапсырма сіздерге сәйкестендіру тесті берілген. Яғни бұл тестті орындау арқылы біз сабақтың екінші мониторинг әдісінің деңгейлері мен әдістерін ажыратып сипаттайды деген мақсатына қол жеткіземіз. Дескриптор бойынша зерттеу нысанына сәйкес әрекеттерді анықтаймыз. Барлығы 7 балға ұсынылған тапсырма. Келесі тапсырманы біз ауызша орындаймыз, және де классрумдағы комментарий бөліміне жазып, өз ойларыңызбен бөлісеміз. Тапсырма мынадай: Қазгидромет сайты сіздерге сілтеме беріледі. Сол сайттағы мәліметтерді қолданып, қандай зерттеу жұмыстарын жүргізуге болатыны туралы ойланыңыз, жазып, сыныппен бөлісуіңіз қажет. Енді тақырып бойынша оқулық мәтінімен танысқаннан кейін, тапсырмаларды орындағаннан кейін сіздерге мынадай кері байланыс ұсынамын. Комментарий бөліміне мен сабақта не білдім, не түсіндім, және де не түсінбедім, не қызықты болды деген сұрақтарға жауаптарыңызды күтемін. Сұрақтарыңыз болса, маған WhatsApp желісі арқылы немесе Google комментарий арқылы сұрақтарыңызды қоюға болады. Сәттілік, сау болыңыздар.